Елімізде ең төменгі жалақыны ауыл әйелдері алады екен. Содан болар ауыл мен қала арасындағы алшақтық 2,7 есеге ұлғайыпты. Бүгін Қазақстан ауыл әйелдерінің 3-ші республикалық форумында осындай мәліметтер айтылды. Енді ауыл ахуалын арттыру үшін ауыл партиясы мен Қазақстан әйелдерінің аграрлық одағы арасында меморандумға қол қойылды. Келісімге сәйкес ұйым мүшелері әйелдердің басындағы базынасын жоғарыға жеткізіп, әрі оның шешілу жолдарын ұсынып отырады. Жалпы статистика бойынша елімізде 4 миллионға жуық әйел ауылда тұрады екен. Ұйымдастырушылардың сөзіне сүйенсек, елді мекендердегі әрбір 10-шы отбасы қарттардың зейнетақысына және балаларының жәрдемақысына күн көреді. Сол үшін әйелдер арасындағы кәсіпкерлікті дамытуға басымдық берілмек. Мәселен, бүгінгі форумда 20 әйел әлеуметтік жоба аясында грант иегері атанды. Олардың әрқайсысына 4000 ақш доллары берілді. Әйелдерге былайша айтқан кезде балық емес, қармақ беру біздің мәселеміз. Сол кезде осы 8 жылдан бері жүзеге асып келе жатқан біздің жұмыссыз әйелдерге жәрдемдесу бағдарламасы бар. Соның аясында бүгін мына 20 әйел тағы да марапатталатын болады, 4000 ақш доллар көлемінде. Сонымен 8 жылдың ішінде 81 әйел осындай гранттарға қол жеткізді.